Жинақтаушы зейнетақы қорының топ менеджерлері Әзербайжан халықаралық банкіндегі инвестициялық қаражаттан 20 миллиард теңге пайда табамыз деп отыр. Бұл туралы Алматыда өткен брифинг барысында айтылған. Зейнетақы қоры биыл қолда бар қаражатты инвестициялық жобаларға салу арқылы 2 миллиард теңгедей пайда тапқан. Қордан салымын шешіп алуға ниеттілерде артып келеді. 2015 жылдан бері 6000 адам жинақтаушы зейнетақы қорынан 24 миллиард теңге қаражатын қайтарып алған. 2800 салымшыға өзге елге көшуіне байланысты салымы берілді. Зейнетақы қорында Әзербайжан банкіне салынған инвестициялық облигациялардан бөлек тағы 40 миллиард теңгеден астам қаржы проблемалық активтер қатарында екені белгілі болды. Қазір Әзербайжан халықаралық банкіндегі активтер зейнетақы портфеліндегі қаражат санатында. Оның көлемі 1 мамырдағы есеп бойынша 71 миллиард 300 миллион теңге екені рас. Аталған банкте қайта құрылымдау процестері аяқталған соң, келісім бойынша инвестициялық пайда ретінде қаржы өзімізге қайтарылады деп сеніп отырмыз. Қор мамандары халықаралық банкте жатқан қаржының нақты қашан қайтатын туралы ашып айтпады, бірақ инвестиция ретінде құйылған қаражаттың үстінен түсетін пайда есептеліп қойған. Шамамен 20 миллиард теңге курстық айырмашылықтар есебінен табыс ретінде келу керек. Себебі Қазақстан жағы 71 миллиард теңгені 2014 жылы девальвацияға дейін салып қойған.